облысы өңірлік коммуникациялар қызметіндегі ауыл лайф айдарының кезекті шығарылымы Индер ауданы. Ұнатады шында көңілі шырқауды, таулар жоқ төбемізден бұл тауды. Тодағай боп туылмадық әттең ай, Атырауға әкелермен бір тауды. Индер ауданы Атырау облысының солтүстігінде Каспий маңы ойпатында Жайық өзенінің бойында орналасқан аудан. Аудан орталығы Индербор кенті. Жалпы жер көлемі шамамен 10,9 мың километр квадрат. Құрамында бір кенттік және 6 ауылдық округ бар. Соңғы ресми статистикалық мәліметтеріне сәйкес, аудан халқының саны 32 мыңнан астам адамды құрайды. Табиғи байлығы мол, өндіріс пен ауыл шаруашылығы қатар дамып келе жатқан аудан. Соңғы жылдары инфрақұрылым мен тұрғын үй құрылысы бойынша оң өзгерістер байқалады. Ерулатқа ерін салған егесте, Махамбеттің өзі бір тау емес пе? Индер жерінде Менделеев кестесіндегі химиялық элементтердің 35 түрі бар екен. Бұл не деген сөз? Демек, Индер ауданы табиғи ресурсқа бай аймақ. Осы табиғи ресурстарды өндіретін Индерде 2 зауыт бар. Қазір біз сол зауыттардың біріне кетіп бара жатырмыз. Құрметті көрермен, аталған 2 зауыттың алғашқысы Атырау облысы Индер ауданы гипс өңдеу зауыты ТО ИСИ гипс Индер. Ендеше зауыттың жұмысын, зауыттың атмосферасын бірге көрейік. Негізі бұл зауытта бейне түсіруге болмайды. Бірақ та арнайы сіздер үшін біз рұқсат алып, қазір зауыттың ішінің жұмысын көрсетеміз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қош келдіңіздер. Біздің мекеме атауы ТО ИСИ гипс Индер. Біздің мына мекемеміздің құрылтайшысы немістің әйгілі компания Кнауф. Сіз өздеріңіз білесіздер, біздер мына өнерде құрылыс өнеріне материал шығарамыз, гипсокартонный материал, сосын сухие смеси дейміз, сондай не шығарамыз товар. Енді мекеме деген 2001 жылы құрылды, іске қосылды. Содан бері осы нарықта жұмыс жасап келе жатырмыз қазір. Енді біздің өніміміз қазір деген бүкіл Қазақстанның қалаларына жөнелтіп жатырмыз. Сұраныс өте көп. Біздер енді айтпағанда 4 түрін шығарамыз. Гипсокартонный продукцияның 4 түрін шығарамыз. Жылына қуатымыз 5 миллион 800 мың квадрат шығарамыз. Сол 5 миллион 800 мың квадрат осы біздің енді бірінші тарапта осы Атырау облысын қамтимыз. Батыс Қазақстан облысын қамтимыз. Орал, Ақтөбе, Ақтау қалаларына біздің неміз продукциямыз кететін. Сосын енді Қазақстанның орталық Қазақстанға жібереміз. Астана, Қарағанды, қарай. Ал қазір осы мекемеде 100-ге жақын жуық жұмысшы жасайды. Бәрі осы жергілікті азаматтар жұмыс жасап жатқан. Қош келіп жатсыздар. Қазір енді мына заводтың ішін қалай біздің өнім шығып жатқан бүкіл процестердің бәрі технологиясымен ішке кіріп танысуға рұқсат. Алдымен Индер ауданындағы номері 102-ші карьерде маусымға қажетті 50 мың тонна гипс зауыт аумағына жеткізіліп жиналады. Кейін сол жерден күніне 120 тонна гипс салынып, жинақтау бункеріне түсіріледі. Жиналған шикізат элеватор арқылы ұнтақтау бөліміне өтеді. Бұл процесс арнайы станокта жүзеге асып, одан кейін гипс сүзгі станок арқылы електен өтеді. Сүзгіден өткен ұсақ гипс 180 градусқа дейінгі шахталы пеште өңделеді. Пештен шыққан ыстық гипс арнайы силоста салқындатылып сақтауға қойылады. Дайын құрылыс гипсі ылғал өткізбейтін қағаздың үстіне төселіп, беті тағы бір қабат қағазбен жабылады. Кейін арнайы өлшеммен келісіліп, кептіру кезеңіне жіберіледі. Кептіру аяқталған соң өнімге белгі қойылып, сатылымға шығарылатын болады. Міне, осылайша ИСИ Индер гипс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өз өнімін қалай өндіретінін 1 минутта түсіндіріп бердік.
Индер ауданындағы гипс зауытымыздың жұмысы осындай. Ендеше келесі зауытымызға ауысайық. Құрметті көрермен, біздің айтқан екінші зауытымыз Индер ауданындағы Индер тұз өндіретін зауыты. Бұл жердегі зауыттың жұмыс қандай процесті өтіп жатыр, бірге тамашалайық. Техникалық тұз 17 жылдан бері жұмыс жасап бастаған. Ас тұзы 19 жылы ашылған, содан бері өндіріс басталған. Қазіргі таңда бізде тұздың пачкедегі тұз 1 килограммдық бір түрі және 30 килограммдық рассыпной тұз затаровка. Екінші түр, үшіншісі МКР тонналық тұз 300. Данный момент бізде шығып атқан өнімдер. Қай жаққа шығарып атырық, қай жаққа болғанда Қазақстан бірінші өзіңіз батыс өңірі, сонан кейін арман қарап нелерге байланысты, жаңағыдай заказдарға байланысты, қай жер заказ береді, сол жаққа шығарып жатыр. Бірінші очередь, бірақ батыстан бастап былай қарап Қазақстан бойынша және де жаңағыдай Ресейден де заказдар түсіп атыр, сөйтіп заказдар жауып атқан жайымыз бар. Алдымен Индер ауданында орналасқан тұзды көлдің түбіне шөккен немесе өздігінен қалқып шығатын тұз қабаттарын арнайы техникамен жинап алады. Кейін сол жерден жүк тиегіш автомобильдерге тиеліп, күніне 20-25 реттен зауыт аумағына түсіріледі. Жиналған шикізатты экскаватор арқылы жуу бункеріне салады. Тазалаудан өткен тұз өнімі элеватор арқылы жинақтау бөліміне өтеді. Бұл процесс арнайы станоктарда 24 сағат бойы үздіксіз жүзеге асып, одан кейін тұз сүзгі станок арқылы електен өтеді. Сүзгіден өткен ұсақ тұз кептірілуге жіберіледі. Дайын шикізат арнайы бункерге салынып, кейін жұмысшылардың көмегімен қапшықтарға толтырылады. Содан соң арнайы техника арқылы вагондарға тиеліп, поезд арқылы экспортталады. Бұл зауытта шикізаттан бөлек ас тұзы өндірісі де бар. Ас тұзын өндіру үшін шикізатты зауыт ішіне жөнелтеді. Зауыт ішінде де тұз өнімі түрлі станоктардан тазаланып, ұнтақталып кептіріледі. Бірақ ас тұзы болғандықтан бұл процесс күрделі және бірнеше рет сүзгіленіп шығады. Дайын ас тұзы белгілі бір өлшеммен қапталып, сатылымға шығарылатын болады. Міне, осылайша Индер тұз зауытының өз өнімін қалай өндіретінін қысқаша түсіндіріп бердік. Құрметті көрермен, мына қар сияқты қатық болған, қырау сияқты қатық болған не деп ойлайсыздар? Бір көзге қарағанда әдемі көрініс береді. Бір жаз кезінде бір қыс мезгіліне түсіп кеткен секілдісін. Бірақ әр апта сайын бір күнді десейте түгел осына бәрін тазалап шығады екен, зауыттың ішін тазалап шығады. Ол кейін жұмыс процесі өткен сайын тұз бен шаң қосылып, кері оса қатпар ол қатық болады екен. Жарларға, төбеге, станоктарға әдемі, иә? Бағана гипс зауытын көрдік. Енді міне тұз зауытынан шығып келе жатыр. Жалпы Индер шикізат өндіруден, жалпы өндірістіктен ел экономикасына үлкен үлес қосып келеді. Жалпы табиғи ресурстардың көптігі осы Индер аймағын өндірістік аймақтардың біріне айналдырды. Өндірістерден кейін ат басын Индер ауданының табиғи қазба байлықтар қойылған далалық музей Димаш төбеге бұрдық. Димаш төбе Индер ауданындағы тарихи әрі мәдени маңызы бар киелі орын. Бұл жер Индербор кентінен шамамен 8 шақырым шығысқа қарай Индер Қарабау тас жолының бойында орналасқан. Төбе бұрын Оңдасын жалы деп аталған. 1978 жылы қазақтың көрнекті мемлекет қайраткері Дінмұхамед Қонаев Индер ауданына сапары кезінде осы жерде болып, табиғи қазба байлықтар қойылған далалық музейді тамашалаған. Сол сапардан кейін халық бұл жерді Димаш төбе деп атай бастаған. Кешеннің жалпы аумағы шамамен 1750 шаршы метр. Мұнда музей алаңы, демалыс орны, ақпараттық тақталар, минералдар қойылған композициялар, үлкен күмбезді сәулеттік нысандар орналасқан.
2025 жылы Димаштөбе тарихи-мәдени кешені ресми түрде ашылып, Атырау облысының киелі орындарының қатарына енгізілді. Бұл нысан өңір туризмін дамытуға арналған маңызды жобалардың бірі саналады. Димаштөбеден сәл әрі ассақ Индер көлі орналасқан. Индер көлі Атырау облысындағы ең ірі тұзды көлдердің бірі, әрі Индер ауданының табиғи символы. Жергілікті халық оны көбіне тұзды көл деп атайды. Көл Индербург кентінен шамамен 9-15 км қашықтықта орналасқан. Көлдің жалпы аумағы шамамен 110 шаршы километр, ұзындығы 40 километрге дейін созылады. Тереңдігі кей жерінде 50 метрден асады. Көл негізінен жер асты тұзды қайнарлармен қоректенеді. Индер көлінің басты ерекшелігі суы мен қара балшығының минералдарға өте бай болуы. Су құрамында бром, калий, бор, магний, тағы да басқа 20-дан астам химиялық элементтер бар. Жергілікті тұрғындар көлдің тұзы мен балшығын емдік мақсатта пайдаланады. Әсіресе буын аурулары, тері аурулары, тыныс жолы сырқаттарына пайдалы деп есептеледі. Индер көлі туристер үшін де ерекше орын. Ақ тұзды жағалауы, айнадай жарқыраған көрінісі фотосессияға қолайлы табиғат арқылы танымал. Тұзды көлдің ғажап көрінісін тамашалап болған соң жолымыз Индер карьерларына түсті. Индердегі бұрынғы борат карьерлерінде күнмен бірдей. Оның құрамында бром, магний, калий, йод сияқты 16-ға жуық пайдалы химиялық элементтер бар. Аумақ табиғаты өте әсем болғанымен әзірге жабайы демалыс орны болып саналады. Алайда соңғы жылдары инфрақұрылым дамып, бұл аймақ курорттық және туристік орталыққа айналуда. Түйнеме дейді, қазіргі ше соқыршек қой, сондай аурумен бір атамыз жаны қиналып өмірден өтейін деп жатып, сонда аманат айтыпты. Біздің серттескен антымыз бар еді, соны менің сүйегімді сол шолақ бидың қасына апарып қойыңдар деп. Себебі шолақ биді ана Бейсен ата екеуі келіп өздері қойған екен осы жерге өз қолымен. Содан арғы беттен орыстардың қайығын жалдап әкеп, Шалда деген шеркеш, қазір ұрпақтары бар, осы ауылда да бар ұрпақтары. Сол Қармысылы Шалда деген досы әкеліп осы жерге жерлепті Мұрат атаны. Мұрат Мөңкеұлы атақты қазақ ақыны, жырау және зар заман әдебиет ағымының көрнекті өкілі. Патшалық Ресейдің отарлау саясатына, қазақ жерлерінің тартып алынуына және дәстүрлі көшпелі тұрмыстың бұзылуына ашық қарсы шыққан ақын. Өз заманының Жас Келең, Шортанбай, Бала Ораз сияқты мықты ақындарымен айтысқа түсіп, суырып салмалық өнермен де танылған. Қорыта айтқанда Мұрат Мөңкеұлы тек мұң мен зардың ақыны емес, ол ұлттық намысты оятушы, еркіндікті аңсаушы жырау. Оның жырлары өз заманында халықтың ішкі қарсылығының үні болды. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстан тұрғысынан қарағанда, ақынның мұрасы бізге азаттықтың қадірін білуді және туған жерді көздің қарашығындай сақтауды үйрететін ұлы сабақ болып табылады. Мен неткенмін, қурайлы жүріп жеткенмін, тай сойғанмен дендерден, сағызменен жемдерден, құралайдай шұбырып күліп ойнап өткенмін деп жырлап кеткен Махамбет бабамыздың басына мына Қараой жеріне, Махамбет бабамыздың кесенесіне келіп қалдық. Ерліктері айналмайтын елеске, ереулатқа ерін салған егесте, ереулатқа ерін салған егесте, Махамбеттің өзі бір тау емес пе? Ең бірінші кіргенде осындай
үлкен дәріз бар. Махамбет бабамыздың басына келе жатырғанда осындай жолымыз бар. Айналасына әдемі талдар егілген, өте кең. Жалпы Махамбет бабамыздың мазары, кесенесі өте кең салынған, әдемі салынған. Мына жерде зират етушілерге арналған әдемі орындықтар қойылған. Жалпы Махамбет бабамыздың, Махамбет батырымыздан бөлек бұл кесенеде Үсе, Таңатар, Тыңғали сияқты батырлар, жалпы бірнеше батырлар бірге жерленген, сол батырларға арнайы құлпытастар қойылған. Және де Махамбет бабамыздың кесенесінің артына қарай өтсек, бұл жерде де тарихымыздың иісі шығады. Жалпы Махамбет мазарының арт жағында осындай көне жазулармен жазылған бірнеше құлпытастар бар. Құрметті көрермен, жалпы мазардың ішінде ішкі бейнесі осындай. Жалпы батыр бабамыз туралы жазып кеткен ақын жазушылардың сөздері бейнеленген, жерде табылды досымовтың сөзі бейнеленген. Жалпы мына жерде өзі жазылып тұрғандай, мазар 1995 жылы тұрғызылды. Жобалап салушы маңғыстаулық шебер Көкбол Демесін. Осы есікті ашып ішке кіргеннен бастап батырымыздың бір мысы сезіле ме, бір сондай аура, бір салқындық ба. Батыр бабамыздың басына зират етіп келген келушілер осы жерге өздерінің аттарын жазып, осы журналға, осындай журнал бар екен, өздерінің аттарын жазып, садақаларын салып, осылай істеп кетсе болады. Ендеше біз өзіміздің ұжымның атын жазайын. Махамбет Өтемісұлының жерленген жері Атырау облысының Индер ауданы. Индербор кентінен оңтүстік шығысқа қарай 40 шақырымдағы жерде орналасқан. Кесене 1995 жылы мемлекет пен жергілікті жұртшылықтың қолдауымен батырдың туғанына 190 жыл толуына орай тұрғызылған. Сәулеттік ғимарат шомбал күмбезбен аяқталатын және қондырма барельефтермен безендірілген көп қырлы мұнара болып табылады. Құрылыстың өзі бетоннан жасалған, бірақ сыртқы және ішкі өрнегінде ақ ұлутас пайдаланылған. Мазар бір қарағанда батырдың дулығасына ұқсайды. Сондықтан да ақын қабірі тек киелі жер ғана болмай, сонымен қатар сәулет ескерткіші болып табылады. Құрметті көрермен, осымен Ауыл Лайф жобасы аясындағы Индер ауданына деген сапарымыз өз мәресіне жетті. Осы сапарымызда біз осы Индер ауданының елді мекендерін, әдемі жерлерін, туристік жерлерін барынша сіздердің назарларыңызға ұсынуға тырыстық. Ендеше сіздермен бірге болған өңірлік коммуникациялар қызметі.